Сохкер каналын бәрі тануда, ғаламторды жаруда. Бірақ біз бір нәрсені байқадық, басымызды шайқадық. Біздің видеоны көретіндер каналға жазылмайды екен. Ағайын, YouTube'та ашу қиын ба, подписканы басу қиын ба? Кеттік, қазақша контентті дамытайық, қазақ футболын әлемге танытайық. Футболда кейде гол болады, кейде фол болады. Алайда қазақ жігіттері сабырлы, қонақтарға қадірлі. Бірақ сабырлы болғанды басынатын, алаңда мінезі ашылатын келімсектер аз емес. Қазақ футболшылары футболдан тамақ жеп жүрсе қуанамыз, таяқ жеп жүрсе ұят қой. Бүгінгі шығарылымда қазақ футболында ерегесіп, төбелесіп, білгенін істеп жүрген ойыншыларды айтамыз. Қазақстан премьер-лигасында жүйкесі жұқарған, шашы ағарған, шабуылшылардың аяғына кіріп кеткен, нервісі әбден құрып кеткен бір ойыншы доп тепкен. Ол ресейлік Михаил Бакаев. Бакаев бір матчта қатайып, қорғаушылармен күресіп, төрешімен тіресіп қырылып кетті. Тіпті алаң шетіндегі бапкерге ұрынып кетті. Кенет қызыл қағаз алып тағы ашуы туып кетті. Төрешіні қоян құсап қуып кетті. Бакаев бұл мінезімен нағыз осетиялыққа ұқсаған шығар. Кім біледі, қайраттың жас жігіттерін дет болып ұстаған шығар. Ғафуржан Сүйімбаевтың сыртынан қарасаңыз балуан сияқты. Иығы тоқпақтай, жауырыны қақпақтай, бірақ қақпақтай Сүйімбаевты Криштианудың інісі қалпақтай шырып жіберді. Ертістің еркесі, Португалия серкесі. Карлуш Фонсека 2-0 ұтылып жатқан соң, ойыннан жеңілсекте төбелестен жеңілмейік деп, Сүйімбаевты бір тепті. Ғафуржан жерге гүмп етті, ерегіс діңк етті. Оған Исаел жағаласты, Исламбек қуат араласты. Ақырында төреші Исламбекке қызыл қағаз көрсетті. Ойлаңыздаршы, ол жерде қуат Исламбек емес, қуат Найман болса не болар еді? Ертеде Байсуфинов болған өлкеде Қазақстан Польшаны қинап еді. Жанкүйерлерге керемет эмоция сыйлап еді. Ол кезде біздің жұлдыз Баторик еді. Ол ұлттық құрамада Моторик еді. Сол кезде Исламханға қарсы ойнау польшалықтар үшін қиын болды. Лукаш Пищек бойынан ұстады, Левандовский мойнынан ұстады. Ол ештеңе емес, өздерін джентльмен санайтын еуропалықтар осы ойында азаматтық көрсете алмады. Құлап жатқан Исламханға қол берудің орнына Камил Глик аяғын берді. Гликтің аяғы мойнына кіріп кетті. Исламхан ашуланып тұрып кетті. Соңында Хижниченко 2 гол ұрып кетті. Бұл польшалықтарға керемет жауап болды. Өздеріне сол керек, сауап болды. Қайсарда қайсар мінезді бір легионер болды. Ол Тигран Барсигян. Аяғы банка, денесі танка. Тигр сияқты Тигран талай матчта доп жармағанымен топ жарды. Астанаға қарсы өткен ойында Барсигян басты кетірді, Шамкоға секірді. 2 қошқардың басы бір қазанға сыймайтыны секілді. 2 ойыншы бір алаңға сыймай ерегес басталды. Алысты, жұлысты, ұрысты, командаластары тынышталдыруға тырысты. Ең қызығы, келесі маусымда Барсигян Астана сапына қосылып, Шамко екеуі командалас боп шыға келді. Кезінде бір алаңға сыймаған 2 мықты, енді бір командаға сыйып кетті. Жолдастық кездесулерге көп күш салынбайды. Сары қағаз алынбайды, ойын тыныш болады, қысқасы бәрі дұрыс болады. Бірақ Тобыл мен Челябинск арасында достық ойын емес, қастық ойын болған сияқты. Алаң жиегінде басталған ерегес алаң шетіне дейін жетті. Ойыннан тұтанған ашу мойыннан қысуға жалғасты. Таяққа емес, аяққа сенген Чесноков теуіпте үлгерді. Бұл 2 жігітке жолдастық кездесуде жолдас боп қалу керек, немесе UFC-ге бару керек. Жолдастық кездесуде төбелеспен ерегес болған. Тек бұл ойын емес. Қазақстан ұлттық құрамасы Қытаймен өткізген ойын естеріңізде ме? Жігеріңді құм қылған, ұланыңды сындырған ол ойынды ешкім ұмытпас. Бірақ ол ойында тек ұлан ғана таяқ жеген жоқ.
бір қазақтың есесін алаңдағы 10 қазақ қайтарды. Нөсербаев бір Қытайдың қабырғасын қайыстырды. Ахметов қорғаушысының аяғын майыстырды. Сүйімбаев шынтақпен ұрып кетті, Исламбек иықпен кіріп кетті. Құдды бір алаңда футбол емес қазақтар мен жоңғарлар соғысып жатқандай болды. Дәл сол ойында біздің ойыншылар қазақ жігіттерінің арыстандай айбатын, жолбарыстай қайратын көрсете білді. Ең қызығы, Димашты әнші қылған қытайлықтар ұланды да әнші қылып жіберді. Футболды қойған Қонысбаев қазір егіз лебіз жобасында ән айтып жүр. Сөз соңында жалпы бір ұлтты жек көріп құнықпау керек. Бірақ сырттан келгендер қайда жүргенін ұмытпау керек. Әйтпесе жаман үйді қонағы басынат, ақша алған сайын араны ашылады. Жалпы біздің ойыншыларымызға мінезді болу да керек шығар. Зенитте командаластарының шетінен сабап жүрген, күресіп қадап жүрген Нұралы Әліп секілді анда-санда тіс көрсетіп қойсақ, бәрі тыныш болады, бәрі дұрыс болады.